Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздерге өте бір керемет тағаммен бөліскім келіп отыр. Бұны жаңадан босанған әйелдер көбірек қолданады. Өте пайдалы. Жаңа босанған әйелдерге гемоглобин көтереді, күш-қуат береді және жатырды тазалайды, жатырды жиырады. Бұл тағамның құрамына 2 ас қасық ұнды жақсылап кептірілген табаға қуырып аламыз қызартып. Сосын күрішімізді, 1 пиала күрішімізді қайнатып қоямыз. Жақсылап күрішіміз езіліп піскенше сүтпен күрішті пісіріп аламыз. Сүт құйып, сосын осы дайын болған ұнымызға мұздай сүтті құйып, жақсылап блендермен немесе қасықпен түйіршіктерін жақсылап ертіп алатын боламыз. Баяғыда біздің мамаларымыз, апаларымыз көбірек қолданып жататын. Босанған жеңгелеріміздің артынан алып барып тамақты. Сонда біз айтатынбыз, бұл қандай тағам, не кереметтілігі бар деп. Сонда мамаларымыз бұл тағам жаңа босанған аналарға өте пайдалы, денсаулығына, жатырдағы қалып қойған заттарды түсіреді, матканы жиырады деп. Сосын күш-қуат береді, гемоглобин көтереді деп, іш құрылысты тазалайды деп. Сонда айтып жатып, артынан алып барып жататын. Өте керемет. Дайын болған ұнымызға мұздай сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнның іртігі қалмау керек. Егер ұнда түйіршіктері болып қалса, қайнап тұрған күрішіміздің үстіне құйған кезде ертілмей қалған ұндарымыз түйіршік болып қалып кетуі мүмкін. Сол себепті қасықпен немесе блендердің күшімен жақсылап езіп араластырып аламыз. Дайын болған қоспамызды қайнап тұрған күрішіміздің үстіне құйып, баяу отта тоқтаусыз қозғап пісіретін боламыз. Құрамына және кішкене тұз, қант салып, дәміне қарай. Сосын бұл жердегі бір не пісіп болған кезде кішкене құйрықты алып, кептірілген табаға шұжғырып, майдалап турап шұжғырып, ішіне салып жіберсе, одан да күшті болады. Менде ондай май болмағандықтан, құйрық болмағандықтан, күйдірілген сары майды 1 ас қасық қосып, ол да жақсы. Күйдірілген сары майдың да пайдасы өте керемет. Сол себепті мен күйдірілген сары май қостым. Ас болсын. Тағам ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.